Баяғыда бір қазақ ауылында Бекжан деген жігіт өмір сүріпті. Ол ақ көңіл, ақылды, еңбекқор жігіт еді. Бірақ оның арманы ерекше еді. Далада ең мықты диірмен салып, ауыл адамдары аштық көрмесе екен деп оны армандайтын. Бекжан кітап оқып, сызбаларды сызды, қолдан механизмдер жасады. Бірақ қанша тырысса да жұмысы жүрмеді. Дөңгелек айналмады, шатырды жел ұшырып кетеді. Ұн қаптың сыртына төгіледі. Бір күні қасына ақ сақалды дана шал келіп, былай деп айтты: Бекжан, сен дарындысың, бірақ жалғызсың. Ал жалғыз адам мықты болса да, ұлы істі жалғыз атқара алмайды, деді шал. Енді не істейін, деп күрсінді жігіт. Біреулермен бірік, өзінен көп білетіндерді тап. Сонда сендер бірге үлкен күшке айналасыңдар, айтты дана. Бекжан ойланып қалды. Келесі күні ауылдың атақты ағаш шеберіне барды. Ата, сіз өмір бойы үй салдыңыз. Диірменге қабырға тұрғызуға көмектесесіз бе? Сұрады Бекжан. Әрине көмектесем балам, деді қария. Сосын арба жөндейтін, дөңгелек жасайтын шеберге жолықты. Аға, сіз механизмдерді жақсы білесіз. Су дөңгелегін бірге жасайықшы, айтты оған Бекжан. Қуана жасаймын бауырым. Мен де үлкен бір іске күшімді қосуды армандап жүр едім, деді шебер. Ақыры Бекжан дана қарияға қайта оралды. Сіз көпті көрдіңіз аға. Ұзаққа жарайтын диірмен қалай жасалатынын айтып беріңізші маған. Дана шал жымиды. Былай деп айтты: Мен қолымен салып бере алмаймын, бірақ оймен бағыт беремін. Біз бірге істесек, бәрі жақсы болады. Сөйтіп, Бекжан топ құрды. Әркім өзінің білімін, күшін, жүрегін ортаға салды. Олар өзін бір жүректің тобы деп атады. Құрылыс басталды. Қаңқасын тұрғызды, арна қазды, су дөңгелек орнатты. Бірақ су дөңгелегі айналмады. Су басқа жаққа ағып жатыр, деді механик аға. Ағаштар жарылып жатыр, қосты ағаш шебері. Бекжан жерге отырып, қолын түсірді. Бәрін тастап кеткісі келді. Бірақ дана шал жанына келіп, былай деп айтты: Жалғыз жүрген құлайды, бірігіп жүрген қайта тұрады, деді шал. Сол түні олар от басында жиналды. Ұзақ дауласты. Құмға сызбалар салды. Макеттер жасап көрді. Ақыры шешім табылды. Арнаның бұрышын өзгертті. Ірге тасты бекітті. Мықты ағаш қолданды. Су дөңгелегі айнала бастады. Судың сылдыры мен диірменнің гуілі қосылып, ауада ұнның иісі сезілді. Алғашқы қап ұн шықты.
Bir aydan soң диірмен толық жұмыс істей бастады. Ауыл адамдары жиналды. Қарттар таңданып, аналар көзіне жас алып, балалар қуана жүгіріп жүрді. Бекжан, мұны жалғыз өзің салдың ба? Деп сұрады бірі. Жоқ, деп жымиды жігіт. Біз бәріміз бірігіп салдық. Сонда дана шал орнынан тұрып, бұлай деп айтты. Қараңыздар, бұл жай диірмен емес, бұл белгі. Бірі армандады, екіншісі салды, үшіншісі білді, төртіншісі бақыт берді. Адамдар қосылса, олардан үлкен күш туады. Ал ол кереметке жол ашады, деді дана. Содан бері ауылда бұлай дейтін болды. Бір адам бір қадам басар, топ жол салады. Нағыз күш жалғыздықта емес, бірігуден туады. Бір адамда арман болуы мүмкін, бірақ сол арманды жүзеге асыратын кісі тыңдай білетін, кеңесе білетін, сенетін адам ғана орындай алады. Егер ұлы іс жасаймын десең, өзіңнен ақылды, тәжірибелі, күшті жандарды тап. Ойдағыңды бөлісуге қорықпа. Өйткені егер адамдардың жүректері мен ақылдары қосылса, ғажап кереметтер туады.